Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналым оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында тура ресторан, кафедегідей фри жасайтын боламыз. Ортасы шикі болмай, таза піседі, қытырлақ, әдемі болып шығады. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына шейін болыңыздар. Ең алдымен картошкамызды алып, жуып, видеода көріп тұрғанымыздай қатты қалың қылмай, жұқа қылмай, соломка қылып, ұзын-ұзынша етіп, сопақ қылып турап аламыз. Туралған барлық картошкаларымызды алып, бір ыдысымызға салып, үстінен мұздай су құямыз. Мұздай болу керек. Мұздай суға құйып, 30 минутқа қойып қоямыз. Мұздай суда тұрған картошкаларымызды алып, бөлек ыдысқа су құйып салып аламыз. Салып алған картошкаларымызды бір 10 минуттай қайнатып аламыз. Қатты қайнатпаймыз, пісіп кетпеу керек. Шикі қылып пісіріп аламыз. Он минут қайнаған картошкаларымызды сүзіп алып, кептіріп қоямыз. Кепкен картошкаларымызды қызып тұрған майда 2 шеті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне, біздің фриларымыз дайын болды, тез дайын болады, өте дәмді болып шығады. Дайын болған картошкамыздың бетіне қалауларынша тұз, паприка сеуіп бере бересіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Алдын ала рахмет, келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.